Қазіргі көптеген қыз жігіттерді қатты толғандырып жүрген мәселе іштегі майды кетіру екен. Жапониялықтар әр іштегі майды орамалдың көмегімен кетіруді ұсынды. Бұл тәсілді күніне 5 минут орындау арқылы дене пішініңізді көріктетуге болады. Жапондық мамандар бұл қарапайым техниканы осыдан 10 жыл бұрын ойлап тапқан болатын. Ол қаңқаны қалпына келтіріп, арқаны түзейді. Өзі қарапайым бірнеше абзацтан ғана тұрса да, аталған тәсіл жазылған кітап 6 миллион тиражбен тараған. Орамалды ұзындығы 40 см, ал қалыңдығы 7-10 см болатында етіп тығыздап ораңыз. Артынша екі шетін жіппен байлап қойыңыз. Қатты көлденең кеңістікке жайғасыңыз. Жұмсақ төсектің үстіне жатуға болмайды. Оның орнына еденді таңдаңыз. Оралған орамалды кіндіктің тура астына орналастырып етіп қойыңыз. Аяқта иықтың деңгейінде орналастырыңыз. Қолыңызда саусағын біріктіріп, басыңызға алақаныңызды жерге тигізіп етіп қойыңыз. Бұлай жасау қиынға соққандықтан кейде қалағаныңызша орналастыруыңызға болады. Осылайша 5 минут жатасыз. Бұл жапондықтардың кеңесі енді. Жайлым айдарында мамандар қандай кеңес береді екен? Көрейік. Соңғы кезде сыр сымбатымызды сақтап қалудың түрлі жолы көбейіп кетті. Біріміз жай ғана жаттығу жасап, дене бітімімізді ретке келтіруге тырысамыз. Енді біріміз артық майды ыдыратып, мінсіз болу үшін заманауи аппараттардың көмегіне жүгінеміз. Міне сондай процедуралардың бірі липолиз. Липолиз негізгі май тіндерін ыдырату процедурасы болып саналады. Бұнда жәнегі көрсеткіштері толық адамдарға, жәнегі артық салмақ қосқан адамдарға, сонымен қатар кейбір босанғаннан кейінгі әйелдерде салмақ тастау өте қиынға соғады. Сол себепті бұл процедуралар осы адамдарға керек. Сонымен липолиз май тез жиналатын ет, бел, іш сияқты жерлерге инъекция салу. Оны лазерлі ультрадыбысты аппараттар арқылы да жасауға болады. Бұлардың ішіндегі ең дұрысы лазер мен ультрадыбыс арқылы жасату. Бұлар массаж түрінде қолданылатындықтан ағзаға еш зияны жоқ. Бірақ бұл процедураны жасауға болмайтын жағдайлар да кездеседі. Қарсы көрсеткіштері, егер липолизге қант диабеті болса, созылмалы аурулар болса, онкологиялық аурулар болса, сонымен қатар жәнегі артериялық давление, қан қысымы жоғары болатын адамдарға бұны біз жасамаймыз, липолиз процедурасын. Сонымен қатар эпилепсиясы бар адамдарға жасамаймыз. Липолизді жасатпас бұрын әркім қан анализін тапсырғаны жөн. Ал процедураны қабылдаған соң денені ыстықтан қорғау керек. Монша, сауна сынды орындарға процедура аяқталғанша бармау керек. Алкоголь ішуге де тыйым салынады. Шырайыңыз арта түссін.